Сәлем берді құрметті ата-аналар. Кеше сыныпқа сабаққа кірсем, сыныптың бөлмесі деген сиреннің исімен мүңкіп тұр. Балалар, мыналарың не десем, ағай, сиреннің исі ой, көріңіз, исің қандай керемет дейді. Мен айтам, білем деп. Неге жылдыңдар, сендер нағыз эгоист, живодерсыңдар деп. Ол не деген сөз дейді? Эгоист деген өзің ғана ойлайтын адам. Сен жылмасаң, мынаны бүкіл халық көшеде иіскеп көруші еді, қызықтаушы еді. А живодер деген осындай пәк, таза, керемет, осындай әдемі, әлсіз гүлдерді ағаштың нәрестесі бұл. Сендер соны жұлып өлтірдіңдер. Кәр қоқыс қап апарып тастайсыңдар. Бір 40 мил қызығын көріп. Осы ма сендердің адамгершіліктерің деп айттым. Алайын ата-аналар, бәріміз дауылды өсіп, асқар биік тауларды көріп, кең байтақ далада атпен шауып, көк орай шалғын жайылымдарды көріп өстік емес пе? Енді қазіргі мына техника, сотка, технология, жаңа технология, компьютер, интернет, космос деп балалардың бәрі құтырып жатыр. Табиғатпен сырласу дегенді ұмытты. Ал табиғатпен сырласқан адамның жанының жомарттығы, кеңпейілдігі, дархан қиялдығы, қиялының шұқырлығы, мұратының асқақтығы, пайым парасаты, сезімнің мөлдірлігі осымен-ақ осындай қасиетті табиғаттан алмай ма? Ата-бабамыз айтып отыр ғой, жауынмен жер көгерер, батамен ел көгерер деп. Неге осы табиғатты аялап, жылмай, қорғап, сол табиғаттан да бата алмасқа? Неге? Талай тыйым сөздері бар қазақтың. Ағаштың айтар тілі жоқ дейді. Көкті жұлма дейді. Көгергенді жұлсаң сары жапырақ сияқты сарғаясың деп айтады. Неге осыны балалардың сана сезіміне қайтадан құймасқа? Баласы туғаннан кейін ең бірінші анасын, әкесін, әжесін, атасын, туған туысқандарын көріп, одан кейін табиғатпен байланысып, табиғатпен сырласып, туған жердің ауасын жұтып өспей ме? Қараңыздар, қандай керемет дүние. Осыны баланың саналарына жеткізу керек қой. Қазағымнан сөз қалған ба? Қазағым былай дейді: Құдай-ау, бала бер, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер дейді. Сол себептен Шерхан Мұртаза айтқандай, құмырсқа екеш дейді, құмырсқа да өз үйін қорғайды дейді. Ал адамдар өз үйі табиғатты қорлайды деп айтқан сөзі міне рас келіп отыр. Бабаларымыздың бір өлеңінде: батыр болған бабамнан ел қорғауды үйренгем, ару болған анамнан ар қорғауды үйренгем, туып өскен ұям деп жер қорғауды үйренгем дейді. Қалай керемет айтылған дүние. Сол себептен кішкене ақылға келейік, балаларымызды табиғатпен үйлестірейік, табиғат туралы, онымен байланыс туралы соны айтайық. Көкті жұлмауға, аялауға, сүюге, қамқор болуға үйретейік.